wish that I could steer. Last call, but I'm at least like 2 in. Been waiting since you flew in. Been thinking and pursuing. I see like you with new lens. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздер Келешек ТВ арнасының кезекті подкастын тамашалап отырсыздар. Қайырлы күн, құрметті достар. Қонақ келсе құт келер айдарының жаңа шығармаларына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығармашылығымыз өте ерекше, себебі ата-ана үшін өмірдің мәні мен сәні болған құндылығымыз, яғни бала тәрбиесі туралы әңгімемізді өрбітпекпіз. Осы мақсатта бүгінгі студиямыздың қадірлі қонағы мектепшілік ата-аналар комитетінің төрайымы, мектеп өміріне белсене қатысып жүрген ардақты ата-анамыз Индира Солтангалиева. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Бүгінгі сұхбатымыз ерекше болады деген ойдамыз. Осылай түрлетіп дәмен алыс деп отырмыз. Алдымен өзіңіз туралы қысқаша айта кетсеңіз. Мен Тастанбекова Индира Солтангалиевна, 41 осы мектептің ата-аналар комитетінің төрайымымын. Және де 2 баламның анасымын, аяулы жарым, сүйікті жарым және нәзік жарым. Қазіргі таңда мектептің жұмысы өте ауыр, біз оны тіпті сырттан да байқап қаламыз. Көбінесе ата-аналар мектептің жұмысынан қашады. Ол үлкен, орысша айтқанда ответственность дейді ғой, жауапкершілік дейді, міндет дейді, содан қашады. Ал сіз керісінше мектептің жұмысын қолыңызға алып, ондай бір жұмыс жасағаныңыздың өзі ерлік деп санаймыз. Сондай бір жұмыс атқаруға не түрткі болды сізге? Біріншіден мектептің жұмысына араласу үшін мен балама жақын болу үшін, мен баламен дос болу үшін, мен мектеп пен баланың арасын байланыстырғым келеді. Сол үшін мен қатты араласам, кішкене тұрмыс тіршіліктен ауытқығым келеді. Сол үшін араласам. Сіздің ойыңызша ата-ана мен мектеп арасындағы байланыс қаншалықты маңызды? Өте маңызды. Өйткені бала мектепте ол басқаша, үйде басқаша, достардың арасында басқаша, менің алдымда басқаша. Сол үшін мен баламды мектептің қырынан білу керекпін, қандай болады, оны ашу керекпін. Достарының, класстастарының арасында. Сол үшін Бұл сіз үшін өте маңызды. Өте маңызды, өйткені ол болашаққа қалыптасатын тұлға. Біз сізбен әрине келісеміз. Бала тәрбиесі ол өте маңызды, себебі болашақта ол тұлға болып қалыптасу керек, әрине бұл өте маңызды. Қазіргі таңда ата-ана мен мұғалімнің арасында қиындықтар туындайды ғой. Сіздің басыңыздан сондай қиындықтар өтті ме, және сондай қиындықтар кезде не істеуге болады? Сондай бір сұрақ. Ол жақсы сұрақ. Иә, өтті. Біз негізінде орыс мектептен ауысып келгенбіз, 26-шы мектепте. Сол мектепте оқығанда бізде болған орыс мұғалімдермен менің баламның арасында түсініспеушілік. Мен балам мектептен келетін, көңілі толмай, мектепке көңілі толмай, мұғалімге көңілі толмай, көңілі түсіп, өстіп сабаққа барғысы келмейді. Мен оның проблемасын білгім келді. Неге сен сабаққа барғың келмейді? Не болып жатыр сабақта деген сияқты. Ол айтады, мұғалім ұрса береді, мені түсінбейді, сөйтеді, бүйтеді. Сосын неге түсінбейді? Мен ары қарай қопарам, сұрақтар қоямын. Неге солай? Сосын мен жан-жақты қараймын. Мүмкін сен мына жерде дұрыс істемегенсің, мүмкін сен осы жерде дұрыс істемегенсің. Сосын өзім жеке мектепке барып мұғаліммен бетпе-бет сөйлесемін. Екеуінің былай қоятын сөйлесемін, сосын қараймын. Сосын проблема шешіледі. Көзқарас бір-бірін түсіндіруге тырыстырамын. Мектептің бала мен мұғалімді. Екеуін тіл алысуға болсам. Бала тәрбиесінде ата-ананың рөлі қандай? Сіз қаншалықты өзіңіздің балаңызға уақытыңызды бөлесіз? Ана мен қыз немесе анасы мен ұл болып бірлесе жұмыстар атқарасыз? Атқарамын деп ойлаймын. Себебі мен өз балаларыма, бір ұлым, бір қызым бар. Қызым 12-де, ұлым 15-де. Уже подростық дейсіздер ғой. Сол кезеңде маған өз балмау керек. Мен олармен дос болу керек. Мен олармен сырлас болу керек. Мен, например, барып телефон қойып, немесе сериал көрген орында, мен одан мен чай ішіп отырып отырамын, сұраймыз. Папасын да қатыстырамын әтеге. Чтобы бұл сұрақта бәріміз жан-жақты болу керекпіз, бір-бірімізді түсіну керекпіз. Мен папасына әтеге өзі сұраймын. Балалар қандай, не болды мектепте, қандай баға алдыңдар? Жаман баға алсаң да айт, жақсы баға алсаң да айт, талқылайық. Неге сен жаман баға алдың? Неге сен жақсы баға алдың? Сосын, например, келесі күні таңертең, немесе кешке мен дайындаймын ғой үй ішімді келесі күнге. Киімін түтеп беру керекпін, тамағын дайындап беру. Мен үй жақтан жағдайды жасап беру керекпін.
Сіз жаңа ғана айтып өттіңіз, аяулы жармын деп, балаларыммен жұмыс жасаймын, қадағалаймын деп. Бұның бәрі өте керемет. Соған орай міне қазіргі таңда бізде жас отбасыларымыз көп. Ата-аналарға соған байланысты қандай үш кеңес айтар едіңіз? Отбасын ұстап қалуға және де қалай балаларды дұрыс тәрбиелеп ұйымшыл отбасы болуға? Біріншіден сіздер сүйіп қосылсаңыздар, бір-бірлеріне шыдамды болыңыздар, сыйлы болыңыздар, балаларға жақсы үлгі көрсетіңіздер. Қалған бәрі болады. Яғни сол арқылы балаларға жақсы тәрбие бере аламыз. Иә, біз үлкенбіз болу керекпіз ғой. Оны сындырып алады, соны көрсетеді ортада балалар. Қазіргі таңда мектеп пен ата-ананың бірлескен қандай жобалары тиімді деп ойлайсыз? Ата-ана мен мұғалімдер арасындағы жобада. Міне осы жуықта мектепте кукинг клаб болды. Сол сияқты жобалар. Бірлесіп мектеп, ата-ана, балалар бірлесіп, общий, қысқаша балаларға ортақ бір іс жасаса, сол кезде білінеді. Бір-бірінен бір тәжірибе алатындай бір жұмыс жасау керек. Кукинг клаб осы мектепте болды, наурыз сияқты болды, жарыстар мектепте ұйымдастырылатын, үйірмелер ашылады, сол жақта ата-аналарды да қатыстырып қойса, например, бір өз өнерімен ата-ана балалармен бөліссе. Әртүрлі маман иесі бар ғой бізде, ата-аналар. Солармен бөліссе, болашаққа бір бағыт көрсетсе балаларға, сондай сияқты. Бұл жобалар өте тиімді. Қазіргі балаларға сондай жол мен үлгі-өнегені көрсетсек, балалар қарай өз жол табады деген ойламыз. Қазіргі оқушыларға қандай ой тастар едіңіз? Амал қалдыңыздар деп айтсаңыз. Қазіргі оқушыларға міне мынандай мектеп ашылып жатыр. Болашақ мектебі. Атына сай мектеп. Соның бәр мүмкіндіктерін пайдаланса деймін. Міне мынандай ешқайда жоқ медиа кабинет ашылып жатыр. Міне сіздерге күшті мүмкіншілік болып жатыр мектеп тарапынан. Сіздер өздеріңізді ашасыздар. Елдің алдында ұстай алатындай мүмкіншілікті бізде ондай болған жоқ. Сосын мына жақта ертең осы жуықта болатын жастар фест болады. Жастар билерін көрсетеді, өнерлерін көрсетеді. Бұл да баланың ашылуына болса ғой. Сосын мына жерде сіздердің мектептердің алдыңызда Алтыбақан тұр. Бұл да бір-бірімен үйлесімін білдіретін бір құрал деп білемін. Егер балалар бір-бірімен тіл табыса алатындар бір құрал. Соның бәрін пайдаланса, мектептің әр бұрышын, әр нүктесін тиімді пайдаланса, сосын мұғалімнің берген кеңестерін өздері сындырса дұрыстап. Тек қана негативтікпен жүрмесе, тек қана позитивпен жүрсе, сосын өзінің сыныптастарымен жақсы тіл табысса ғой. Сол керек. Сол жақсы болар еді. Енді кезек плюс сұрақтарына көшейік. Яғни біз сізге сұрақ қоямыз, сіз бізге бір сөзбен немесе бір сөз тіркесімен жауап берсеңіз. Бала тәрбиесі бір сөзбен айтқанда. Сыйластық. Үлгілі ата-ана қандай болу керек? Мейірімді. Мектеп сіз үшін? Мектеп мен үшін екінші отбасы. Бақыт деген не? Бақыт деген махаббат. Қазіргі балалардың ең жақсы қасиеті? Өз ойын дұрыс білдіру, өзін-өзі көрсету. Қазіргі таңда мектепке қыздар боянып келгісі келеді, әртүрлі бұйымдар таққысы келеді, бірақ оған мектептің ережелері бойынша боянуға болмайды. Және де мектепте өзінің ережелері бар. Тырнақтарын өсіргісі келеді. Әрине, ол мектептің заңы, бірақ та қыз бала болғаннан кейін қыз балалар бетіндегі әжімдерін жасырғысы келеді, өзінің проблемаларын опа-далаппен жасырғылар келеді. Және де сіз жаңа айтып өттіңіз, менің қызым бар дедіңіз. Сіздің қызыңыз мектепке осылай боянып келгісі келсе, немесе мен боянып барамын анашым десе, сіз бұған көзқарасыңыз қандай болады және де қандай шаралар қолданар едіңіз? Менің 12 жасар қызым бар, 7-ші сыныпта оқиды. Ол да өз сыныптастарына еліктеп боянғысы келеді. Жасырмаймын, біз бар баламыз опа-далаптан, бірақ мен оған мектепке боянуға тыйым саламын. Неге? Біріншіден, ол сені сабақтан отвлекает, қысқасы. Сабақты дұрыс оқуға саған дұрыс бермейді. Сосын сен оған басқа бояуына, тырнағына алаң етесің, көңіліңді бөлесің, сабағың жайына қалып қояды. Сол үшін, ал егер қыздарда біз өзіміз байқаймыз, егер мен қызымда бір безеу сияқты бір неге болса, комедончиктер шықса, мен оның іштен іздеймін.
біз оны жасырмаймыз, опа-далап. Біз оны іштен іздейміз. Біз негізі жылына 2 рет қан тапсырамыз. Сосын эндокринолог, гастроэнтеролог и гематологта тексерілеміз. Неге бізде осы бетке сыртқа шығады? Ол бәрі ауру ғой. Соны біз іштен емдесек, бетіміз таза болады. Сол кезде кері жоқ, бояп та кері жоқ, өсіріп та кері жоқ. Егер шашыңды да сол бояп та ештеңе әрлеп кері жоқ. Егер эндокринологтың учетта тұрсаңыз, қаралсаңыздар, ана бетіме безеу де шықпайды, толмайсыз да, тамағыңыз да түзеледі. Егер ана гастроэнтерологқа барып асқазаныңызды тексерсеңіз, ол жақта енді тамағыңызды түзесеңіз, дұрыстап тамақтансаңыз, бетіңізде тоже әдемі болады, шашыңызда жылтырап тұрады, нелер шықпайды. Айтыңызшы, қайзаға сияқты ештеңе нәрселер шықпайды. Соны іштен іздеу керек, оны жасырмай. Бұл дұрыс, себебі опа-далаппен бояп оны үдеткенше, керісінше ауруханаларға тұрып Анандай блеск, анау өзінің сұлулығын ерекшелендіріп көрсететін косметика алып беремін. Жай ғана блеск, жай ғана анандай глиттер болды. Одан артық ештеңе керек жоқ. Өйткені ол етек сұлу. Ол сұлу, бала, терісі әдемі, таза, өзі де әдемі. Не керек? Бұл енді өте дұрыс деп ойлаймыз. Ауруханаға барып емдету, оны қарату, ол әр адамның міндеті, және де ол баланың болашағына деген үлкен жауапкершіліктердің бірі. Тағы бір айта кететін нәрсе, қыздарыңызға корейский деп айтасыздар, ол қайда косметика алып жатқан белгісіз ғой. Мына Қытайдың нәрсесін алып бетке жаға берген шекті, одан шақты, одан ше оларға дәрумен беріңіздер, жақсы тамақ беріңіздер, денсаулығына қараңыздар, сонда ол сырттай іштей де әдемі сау болып тұрады. Келешек мектебіне арнап осындай күнделік ойлап тапқан болатынбыз. Бұл жерде сіз өзіңіздің қолтаңбаңызбен біздің мектепке деген тілектеріңізді жазып кетсеңіз. Өте жақсы. Құрметті көрермендер, бүгін біз ата-ана мен мектептің арасындағы байланысы туралы маңызды әңгімені тыңдадық деп ойлаймыз. Студиямыздың қонағы болған Индира Сұлтанғалиеваға алғысымыз шексіз. Бала тәрбиесі баршамызға ортақ міндет. Бірлесе әрекет етсек, болашағымыз да жарқын болмақ. Сау болыңыздар.